Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың оңғар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін қозғалайын деп отырған мәселе көліктерді тексеріп алу, көлікті сатып аларда қалай тексеруге болады. Қазір біздің ішкі істер министрлігі көліктердің тарихы толық жазылатын бірыңғай база жасақтадық деп отыр. Ол көлікті сатып алмас бұрын ВИН нөмірі арқылы немесе көліктің нөмірі және техпаспорттың нөмірі арқылы көліктің тарихын базалардан қарап алуға болады. Меніңше өте жақсы мүмкіндік. Себебі бұндай базалар мысалға автотека, автокод, тіпті ГИБДД-ның ресейде айтып жатырмын, ГИБДД-ның сайтында да тексеру мүмкіндігі Ресейде көптен бар. Дегенмен бұл бізде бұған дейін болмаған еді. Бірнеше жыл бұрын жеке компаниялар өздерінің тарихты тексеру туралы бағдарламаларын енгізді, бірақ ол дегенмен халықтың арасында аса тараған жоқ, көп халық бұны пайдаланбайды. Енді ішкі істер министрлігі осындай мүмкіндікті беріп отыр. Бұл базада не тексеруге болады? Алғашқысы Қазақстанда қашаннан бері тіркеуге қойылған, яғни алғашқы тіркеу датасын көруімізге болады. Сосын бұған дейінгі көліктің иелерінің санын көруімізге болады, қай уақыттан қай уақытқа дейін кім мінді. Аты жөндері нақты болмайды, бірақ тіркеуден шыққан күні, тіркеуге қойылған күні барлығы осы базада көрсетіледі депті. Сонымен қатар көлік кепілде тұрған жоқ, оның запреттері, аресттері жоқ па деген сияқты ақпараттар осы базада көрсетіледі деген ақпарат таратты. Бұл база қазір бірнеше қосымшаға кіріктірілген екен, яғни 102, Халық банк, Береке банк, Центр кредит банк, Форте банктың қосымшалары, мобильді қосымша, яғни ұялы телефондарыңызда сол банктердің приложениялары болса, сол жерден кіріп ақ тексеруге болады, және astar.kz сайтында осы тексеру мүмкіндігі пайда болған екен. Енді мен алдымен жаңағы сайт ыңғайлы болғандықтан өзім сайтқа кіріп көрдім. Бірінші мысалын көрдім. Мерседесті мысал алып өздері тексеруге қандай ақпараттар шығатынын қойған екен. Бұл жерде көліктің мәліметтерін жазғаннан кейін Қазақстанға алғаш қай жылы тіркелгенін және бұл ақпарат қай күні берілгенін көрсетіледі, және қай жылдан бері тіркеуде тұрғанын көруімізге болады. Бұған дейін неше иесінің болғанын көруімізге болады делініпті. Бұл көлікті 4 иесі бар болған, бұған дейін қай уақытта қандай қалада тіркеуде тұрғанын көруімізге болады. Сосын мынау астырды тексерілген көліктерге ғана берілетін шығар. Ол көліктің жағдайына байланысты, мысалға қай жері ұрылған, қай жері соғылған, қай жері сырылған деген мәліметтердің барлығы осы жерге жазылады. Тіпті салондағы ақпаратта осы жерде болуы керек деген, яғни бұл алдын ала астырды тексеруде болған көліктер ғана шығады. Себебі кез келген көліктің бұндай ақпараты қазір ашық ақпарат көздерінде жоқ. Пробегін қарауымызға болады дейді, және ресейдегі ақпараттарды көруімізге болады, және ол жақта қандай жол көлік оқиғасы болған, және ол жақта қандай запреттері бар екенін осы сайт арқылы көруімізге болады. Бұл сайт арқылы Қазақстандағы орташа бағасын, қанша күнде сатылатын, салығы қанша екенін көруге болады деген бірнеше мысалдар қойыпты, және де ең соңғысы бұл Мерседестің қандай модификациялары болатын туралы толық ақпарат берілген екен. Мен де бұл ақпараттың анық-қанығын білу үшін тапсырыс беріп көрдім. Қызметтің түрі 1000 теңге тұрады екен. Сосын арнайы ескі 1996 жылған көлікті енгіздім. Оның тарихы, яғни жаңа көліктерге қарағанда сәл бай ғой. Тағы да қандай ақпараттар шығаруға мүмкіндігі бар екенін көрейін дедім. Бұған банктік картаны тіркеу керек екен. Содан соң шамамен 2 минут күтесіздерді. Алайда менің ақпаратым бойынша бұл 2 минут емес, одан да ұзақ уақыт, шамамен 5 минут уақыт алды. Енді жаңа енгізіліп жатқан базадан шығар деп ойладым. Сосын отчетты бермей қойды маған. Бұл үшін тағы да шамамен 5 минут күттім. Одан соң бұл астырға хатты жазып жіберіп үлгердім, дегенмен өзім түсінбей қалдым. Бірнеше уақыттан кейін ақпарат толық алдымнан атып шықты. Сонымен бұл жерде шынайы тексерген кезде 96 жылғы Мерседес 320 2 класстағы Мерседес бұл.
тарихын көруіме мүмкіндік алдым. Оның ВИН нөмірі, техпаспорттың нөмірі, көліктің қазіргі мемлекеттік нөмірі көрсетіледі, және қай уақытта бұл ақпарат берілгені көрсетіледі. Және Қазақстан бойынша қазір мініп жүрген 6-шы иесі екен, және бірінші иесінен бастап, жаңа айттым ғой, 2005 жылы тіркелген екен, бірінші иесінен бастап қандай уақыт аралығында мінгені, қай қалада мінгені толық көрсетіледі. Қазір 6-шы иесі бүгінгі күнге дейін оны мініп жүр. Утилизациялық алым туралы ақпаратты көрсетілу керек, бірақ утилизациялық алымын 2016 жылдан бастап енгізілгендіктен оған дейінгі көліктер бұндай алым төлеген жоқ. Бұл 2005 жылы кірген. Өзге деректердің барлығы таза, кейбір ақпараттар мүлдем жоқ. Мысалы, техосмотр өтуі туралы бұл көліктің базасында ақпарат жоқ екен. Және де ең соңғысы ВИН кодының расшифровкасы жазылады екен. Бұл көлік мысалға E-класс көлік Жапонияда жиналған, 104-ші қозғалтқыш тұрған, тағы да басқа осындай ақпараттар толық шығып тұрды. Дегенмен бұл жерде жаңағы жоғарыда айтқандай мен көре алған ақпаратым Қазақстанға қашан тіркелгенін көрдім, қанша иесі болған, олар қай қалада қанша уақыт мініп жүргенін көре алдым. Сосын тағы қандай маңызды ақпарат болды. Утилизациялық алым бойынша ақпарат бұл көлікке шықпады, қандай жағдайда ДТП болды ма, олар туралы ақпарат бұл сайтта жоқ екен әзірге. Сосын ВИН кодының расшифровкасын көре алдым. Көлік қашан, қайда жиналды, қандай қозғалтқыш тұр, қандай қорап тұрғанында осы сайт арқылы көруге мүмкіндік алдым. Дегенмен бұл енді менің ойымша әзірге жеткіліксіз. Себебі ең негізгі ақпараттар қазіргі екінші нарықтан көлік алған кезде оны ұрылған, соғылған жерлерін, қаншалықты көлікке сол кезде зиян келгенін барлығын көру негізгі маңызды ақпарат сол. Ішкі істер министрлігі бұндай ақпаратты болашақта сақтандыру компаниялары арқылы базаға енгіземіз деп отыр. Негізі енгізсе, ең негізгі ақпарат сол болады деп ойлаймын. Мысалы, бұл көлік егер де жол көлік оқиғасына тап болып, оны сақтандыру компаниялары арқылы оценкасын жасатып, өзге де ақпараттар салса, оның барлығы осы компанияның базасынан мынау тексеруге арналған базаға түсіп тұрады. Бұл көлік сатып аларда әсіресе міндетті түрде барлығын біліп алуға мүмкіндік береді. Дегенмен, бұл жаңа айтып отырдым ғой, міндетті түрде гаиді шақырып, оны тіркеп, сосын сақтандыру компаниясына есептеу, шығынды есептеу және қандай зақым келген сақтандыру компаниясына есептеткен жағдайда ғана ол ақпарат бұл базаға енеді. Ал екі адам соғылып қалған адам, мен сені істеп беремін, гаи шақырма деген жағдайда ол ақпарат бұл базаға әрине енбей қалады. Сондықтан бұл база арқылы ғана тексеріп көлік сатып алу деген әрине болмайды. Көлік сатып аларда өздеріңізді мұқият болыңыздар. Әзірге осы, амандықта жүздесейік.